Dear Ambassador. Құрметті елші ханым, студиямызға қош келдіңіз. Сізді көргенімізге қуаныштымыз. Алғашқы сұрағым мынадай. Жақында Самарқандта тұрақты даму, энергетика және өзара байланыс мәселелеріне арналған Еуропалық одақ пен Орталық Азия елдерінің саммиті өтті ғой. Осы кездесудің басты нәтижелері қандай болды? First of all, I think that the fact that the meeting happened was already a good thing. Ең алдымен мұндай кездесу өткенінің өзі жақсы жаңалық деп ойлаймын. Себебі біз үшін Орталық Азия елдерінің бір аймақ ретінде бірігіп, 5 мемлекеттің тығыз ынтымақтастықта жұмыс істеп жатқаны өте маңызды. Әрине, біз Еуропалық одақта әртүрлі даму деңгейіндегі елдерден тұратын аймақпыз. Біз бұл ынтымақтастықты қолдап, бірлесіп жұмыс істейміз. Екінші маңызды жетістік Орталық Азия елдері мен Еуропалық одақ стратегиялық әріптестікті ресми түрде растады. Бұл аймақтар арасындағы қарым-қатынасты жаңа деңгейге көтеретін үлкен қадам. Үшінші маңызды жайт бұл әріптестік сіз айтып өткен барлық салаларды қамтитыны. Сіз Еуропалық комиссия президентінің мәлімдемесін естіген боларсыз. Еуропалық одақ алдағы жылдары аймақ елдеріне 12 миллиард еуро көлемінде инвестиция салуға дайын екенін мәлімдеді. Жақсы, рахмет. Геосаяси өзгерістер, энергетикалық дағдарыс және жаһандық жеткізу тізбегіндегі үзілістер контексінде өзіңіз білетіндей, біздің еліміз бен Еуропалық одақ арасындағы ынтымақтастық жаңа мәнге ие болып отыр. Осы серіктестіктің қазіргі кезеңінде қай салалар басым бағыт ретінде қарастырылады? Қазақстан мен Еуропалық одақты біріктіретін үлкен ұқсастық бар. Бұл бейбітшілікті сүйетін елдер екеніміз. Сіз айтып өткен геосаяси шиеленістер мен күрделі жағдайлар аясында дәл осы ұқсастық ерекше маңызға ие деп ойлаймын. Біз бәріміз барлық жанжалдардың бейбіт жолмен шешілгенін қалаймыз және сауда мен басқа да салаларда ынтымақтастықты жалғастыруға ниеттіміз. Сіз басым бағыттар туралы айтып өттіңіз. Еуропалық одақ Қазақстандағы ең үлкен инвестор. Сонымен қатар Қазақстанның ең ірі сауда серіктесі болып табылады және бұл бағыттағы жұмысты жалғастырғымыз келеді. Екінші мәселе, геосаяси шиеленістерге байланысты жаңа жеткізу бағыттарының қажеттілігі туындап отыр. Осы орайда Транскаспий көлік бағдарын немесе кейде орта дәліз деп аталып жүрген жолды дамыту Еуропалық одақ үшін басты басымдықтардың бірі. Қазақстан осы дәліздегі негізгі көлік жолы саналады. Біз қолданыстағы бағдарларды алмастырғалы отырған жоқпыз. Біз балама дәліздер қалыптастырғымыз келеді. Үшіншіден, бізге Қазақстанның мұнайы қажет. Сонымен қатар президент Қасым-Жомарт Тоқаев мәлімдегендей, Қазақстан 2060 жылға дейін көміртегі бейтараптығына қол жеткізуді жоспарлап отыр. Ал Еуропалық одақ бұл мақсатқа 2050 жылға дейін жетуді көздеп қойған. Бұл үлкен міндет, әсіресе көміртегіне тәуелді экономика үшін. Сондықтан біз осы мақсатты бірлесіп жүзеге асыруға дайынбыз. Тағы бір өзекті мәселе стратегиялық маңызды шикізаттар. Осы жағынан Қазақстан біз үшін ерекше қызығушылық тудырады. Себебі Қазақстанда жасыл энергия көзіне ауысу үшін аса маңызды деп саналатын 34 минералдың 18-і бар. Тағы бір айта кететін, жеке өзім үшін өте маңызды тақырып бұл халықаралық байланыстар. Яғни мәдениет алмасу, тәжірибе бөлісу және білім. Көптеген қазақстандық студенттер Еуропада оқуға ынталы. Біз бұл мүмкіндіктер Erasmus және басқа да академиялық бағдарламалар арқылы жүзеге асқанын қалаймыз. Университеттер де өзара ынтымақтастық орнатуға мүдделі. Сонымен қатар Еуропада жұмыс істегісі, өмір сүргісі немесе туризммен айналысқысы келетін азаматтар бар. Сол сияқты Қазақстанды көргісі келетін еуропалық туристер де көп. Мұның барлығы визалық мәселелерді шешуді талап етеді. Сіз әрине визалық рәсімдерді жеңілдету туралы келісім жайлы естіген боларсыз. Біз бұл бағытта жақын арада келіссөз бастаймыз. Жақсы нәтиже шығады деп үміттенеміз. Оңшыл партиялардың үстемдік ала бастауы мен изоляционизм идеясының қайта жандануы еуропалық интеграцияның болашағына қатысты алаңдаушылық туғызады. Бұл тенденциялар одақтың бірлігіне және оның сыртқы саясатына, әсіресе Орталық Азия сияқты аймақтарға қатысты ұстанымына қалай әсер етуі мүмкін? Демократияның ерекшелігі ол әртүрлі партияларды алға шығара алады. Ал бұл өз кезегінде ашық талқылаулар мен пікір алмасуға жол ашады. Геосаяси шиеленістер Еуропалық одақта көптеген қиындық туғызды. Ең алдымен энергия шығындары өсті. Экономикалық дағдарысқа тап болдық. Оның үстіне әлемде көші-қон үдерісі күшейді. Осының барлығы адамдардың демократияға деген көзқарасын өзгертеді. Көбінесе оппозициялық пікірлердің пайда болуына әкеледі. Осындай күрделі кезеңдерде халық өзгеріс
Экиридау деген адамға дауыс береді. Ал оңшыл партиялар бәрін өзгертеміз деген уәделермен қоғамның қолдауына ие болады. Олар берген уәдесін жүзеге асыра ала ма, жоқ па, бұл басқа мәселе. Бірақ бәрібір ол Еуропалық одақтың интеграциясына қандай да бір қауіп төндірмейді деп ойлаймын. Ал бұл орталық Азияға қатысты саясатты өзгертуі мүмкін бе? Менің ойымша, бұл үрдістер аймаққа айтарлықтай әсер етпейді. Орталық Азия үшін еуропалық интеграция және осы аймақтың болашағы өте маңызды. Я, қазір кейбір қиындықтар мен дүрбелеңдер болуы мүмкін, бірақ мен ұзақ мерзімді перспективада одаққа үлкен сенім артуға болады деп айта аламын. Central Asia will remain very important for us. Thank you, dear. Құрметті елші ханым, жауаптарыңызға рахмет. Бағдарламамызға қонақ болғаныңыз үшін ризашылығымды білдіргім келеді. Thank you very much. Шақырғандарыңызға рахмет. Бұл мен үшін де үлкен қуаныш болды. Thank you.